Адам не үшін өмірге келеді? Адам бұл дүниеге үй алу, кәсіп ашу, ақша табу үшін келмейді. Өйткені бұл өмірдің мақсат емес, тек жолда қолданатын құралдар ғана. Бүгінгі қоғамның қателігі өмірді материалмен өлшеу. Үй болса болды, ақша тапсам жетістік. Кәсіп ашар болсам бәрі шешіледі деп ойлау. Бірақ шындық басқада. Үй қабырға ғана, ақша қағаз ғана. Кәсіп болса күнкөрістің амал ғана. Бұлардың ешқайсысы адамның жүрегін байытпайды. Адам бұл өмірге ең алдымен өзін тану үшін келеді. Өмір адамды өзіне танытатын ұзақ жол. Өз-өзіңді түсінген сайын өмірдің мәні ашыла береді. Адамның шынайы мақсаты өсу, тәнмен емес, санамен, жылдамдықпен емес, сапамен, айғаймен емес, әрекетпен. Тағы бір мақсат өзінен кейін жақсы із қалдыру. Әр адам үй салып кетуі мүмкін, бірақ жүректерде жылу қалдыру тек жақсы адамның қолынан келеді. Намыс, тектілік деген сөздер көп айтылады, бірақ олардың бәрі айғайдан емес, адалдықтан басталады. Адамның ең үлкен сынағы ақшада емес, қиындықта да емес. Ең үлкен сынақ адамдықты жоғалтпай өту. Адам болу, адамға пайда тигізу. Тек өзін ойлаған өмір тар өмір. Өзіне ғана жұмыс істеген адам ешқашан бақыт таппайды. Ал басқаға жарық берген адамның жүрегі бай болады. Сондықтан кей адамдардың ақшасы бар, үйі бар, кәсібі бар, бірақ жүрегі бос. Себебі олар не үшін өмір сүріп жатқанын түсінбеген. Үй бар, бірақ тыныштық жоқ. Ақша бар, бірақ мағына жоқ. Кәсібі бар, бірақ рух жоқ. Адам бәрін алғанымен ішкі әлемі толмаса, бәрі бекер. Өйткені шынайы байлық жүректегі жарық, санадағы тазалық, адамға жасаған жақсылық. Сондықтан өмірдің мақсаты тек қана дүние жинау емес. Өмірдің мақсаты адам болып өту, өз жолыңды табу, өзгеге зиян келтірмей, керісінше жарық беру, адамдықты сақтау. Үй мен ақша бір күнде келеді, бір күнде кетеді. Бірақ адамның ішкі байлығы, мінезі, қолдан келген жақсылығы мәңгі қалады. Адамның бұл дүниеге келуінің шын мәні өзіңді жоғалтпай, өзгені де жоғалтпай, таза жүрекпен өмірден өту.